Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Видео басталмастан бір арнамызға жазылып, лайк бас, комментарийлер қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видео адлер туралы болмақ. Көбісі адлер туралы видеосы, адлердің пайдасы қандай, адлердің туатын жерлерін, ұяларын көрсетші дейтін көбінесе комментарийлер түсіп жатыр екен, жекеге жазып жатыр екен. Соны бүгін сіздерге тауық қораның ішіне обзор жасап жіберейін. Мынау адлердің тұратын клеткасы. Ені 2,5 метр. Бұлай 2,60, бұлай 2,60, бұлай 2,5. Осындай клеткіде тұр. Осындай клеткіде тұр тауықтар қазір. Туатын ұялары осындай, үсті ағаштан жасалған, как положено. 4 ұя, мына қатарға 2, мына жағына 2. Осы 4 ұяға бұлар туып жатыр қазіргі таңда. Қонақтайтын нелер осы. Ар жағы самантас, бер жағы гипс картон, одан кейін обой. Төбесі осындай қалтқа. Бұларда қызыл лампы тұр. Екі жақта терезе бар. Терезелер қапшықпен жабылған. Сырттағы адам түнде іште көрмеу керек. Сол, мынау жем салатын жем жейтіндері. Анау су ішетіндері. Ыдыстар, мынау сосын ракушник салынып тұр, постоянно салынып тұрады. Өздеріне керек витаминдер болса, соның ішінен алып жей береді. Ал енді адлер тауықтарына келетін болсақ, бұлар өте жақсы порода. Бұларды мен ешқашан жамандамаймын. Потому что адлер тауықтары жақсы активный тауықтардың бірі. И ходовой товар десек те болады. Магазиндегі бір нәрсе сатқанда ходовой товарлары болады ғой енді. Тауықтың да ең ходовой товары құстардың бірі, короче, осы серебристый адлер. Бұлар енді жұмыртқаны 2 жыл жақсы үзбей сізге жұмыртқа береді. Арасында түлеген кездерде, семіріп кеткен жағдайда, үстерін кене басып кеткен кезде, жағдайларын ешкім қарамай қалған кездерде бұлар сізге тауықтар жұмыртқа бермейді. Сондай кездерде кішкене өзіңізге минусқа кіріп кетесіз. Ал тауықтарыңызды қарап, жағдайын жасап, жемін уақытылы беріп, үстінде кене беттерден алдын ала дезинфекция жасап, алдын алып отырсаңыз, бұл сізге тоқтамастан жұмыртқаларын беріп, өзіңіз пайдаға кенелесіз. Потому что көбінесе ақша жағын есептейді ең бірінші. Мысалы, менде қазір 15 тауық, 15 тауыққа 2 атеш тұр. Аплод шүкір жақсы. Мысалы, 15 тауық күніне бір 10 шақты жұмыртқа туысын, или болмаса 7-8 туғанның өзінде 10 күнде сізге жоқ дегенде 15 мыңға дейінгі ақшаны кіріп отырасыз. 10 мың мен 15 мың аралығында ақша кіріп отырады сізге. Инкубационный жұмыртқа сатасыз. 200-250 теңгеден сатасыз жұмыртқаның бұның. Енді әр қалада әр түрлі болады. Бізде Батыс Қазақстанда 200-250, Алматы, Атырауда 250, Алматы жақтарда 300, Түркістан жақтарда 300, 250. Сол 200 бен 300-дің ортасында бұлай разница ойнап тұрған. Бұлар енді жақсы, қысқа да, жазға да төзімді тауықтар. Бір жағынан просто кішкене құстардың бір өзінің аурулары болады. Сондай ауру келген кезде бұлар енді кішкене соған төзбейді. Сол үшін бұларға витаминін беріп отыру керек. Сондай аурулардың алдын алып, кене беттің алдын алып отырсаңыз, бұлар сізге тоже мана айтқандай ғой, жақсы пайдасын көресіздер. Жалпы енді адлер тауықтарын көбі сұрап жатыр ғой, қанша бас ұстаған дұрыс деп. Өздеріңіз білесіздер, мысалы 100-200 бас тауық ұстасаңыздар, уже сасып бастайды, аула сасып бастайды біріншіден, қораның іші сасып кетеді. Сосын былай көше жақта жүргенде, мысалы аулада жүргенде иістер шығып бастайды тауықтардың боқтың. Сосын көршілеріңіз сізге жалбы жасайды. Ондай кезде сіздер әрі кетсе бір 30, 40, 50 дейінгі тауықты ұстасаңыздар болады аулада. Қыс уақытында да сол 50 тауық ұстасаңыз сізге пайдасы былайдан түсіп отырады ғой.
елудің жоқ дегенде 30, 35, 40 тауық жұмыртқа туып тұрса, сізге сондай күнде 40 жұмыртқа алып отырсаңыз, соның өзінен сіз пайданы артылмайды. 200 теңгеден сатқанның өзінде. Сол үшін манағыдай 100 тауық ұстаймын, 200 тауық ұстаймын деп, мана қалада тұратындар болса, ондайға жоспарламай-ақ қойыңыздар. Қалада тұратындарға примерно бір 30-40 тауықтың өзі де кішкене бөлші ақша тауып алады. Енді мен өз басым көп біліп тұр ғой. 15 сондайдан асырмайын тауықтарымды бір породына. Мыналар да тоже солай, австраликтар 6-да бір түр. Пока енді осы адлердің санын енді бізде алдағы уақытта 50-ге дейін көбейтеміз ба деп отыр. Именно адлердің өзін алдағы уақытта. Қазір соған қаратай қораның ыңғайластырып жатырмыз. Алла бұйыртса, одан енді 50-ден жоғары болмайды адлер. Максимально 50 ұстаймын. Нормально 50-ге бір 10 атиш қоям. 10 деппін ғой. 50-ге бір 5-6 атиш қоям. Жарайды, актив, мықты жақсы линия российский атиштер қоям. Шүкір, сонымен ақша табамыз. Осылай енді ұзақ сөйлеп кеткен сияқтымын. Адлерді айта берсеңіздер, просто минут көп кетеді да, оған 1 сағат, 2 сағат отырып әңгіме айтуға, адлер туралы. Бұл сіздер кішкене қысқадан нұсқа айтып жатқаным ғой. Жақсы достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.